Шұғыл жаңалық. ақш қарулы күштері халықаралық суларда есірткі терроризмге қатысы бар деп күдікке ілінген 3 қайыққа соққы жасағанын хабарлады. ақш әскери өкілдерінің мәліметінше, нысанаға алынған қайықтар есірткі тасымалдаумен және қарулы қылмыстық топтармен байланысы бар деп есептелген. Операция теңіз қауіпсіздігін қамтамасыз ету және заңсыз тасымал жолдарын үзу мақсатында жүргізілген. Әскерилер қайықтардың аймаққа қауіп төндіргенін атап өтті. ақш тарапы операция халықаралық суларда өткенін және халықаралық құқық нормаларына сай жүргізілгенін мәлімдеді. Қаза тапқандар немесе жараланғандар туралы нақты ақпарат жарияланған жоқ. Алайда 3 қайықтың да істен шығарылғаны расталды. Сарапшылардың айтуынша, бұл соққы ақштың есірткі терроризмге қарсы күресті күшейтіп жатқанын көрсетеді. ақш әскері теңіз қауіпсіздігін қорғау операцияларын жалғастыратынын мәлімдеді. Соңғы жаңалықтарды ABP News арқылы бақылап отырыңыз.